1991 жылы егемендігімізді жарияладық, тәуелсіздікке қол жеткіздік, өшкеніміз жанып, өлгеніміз қайта тірілгендей күй кештік. Сол бір тарихи кезеңде Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандарын әзірлеу жұмыстарын қолға алдық, батыл қадамдар жасадық. Мемлекеттік рәміздердің бір маңызды нышаны еліміздің рухани тұтастығын білдіретін әнұранымыз. Төл тарихымызда әнұран 2 рет қабылданды: 1992-2006 жылдары. Алғашқы әнұранның сөзін Молдағалиев, Әлімбаев, Мырзалиев, Дәрібаева жазғаны белгілі. Ал оның әуені бұрынғыша қалған болатын. 8 жылдан кейін 2000 жылы 9 мамырда елбасы Назарбаев әнұранымызды өзгерту қажеттігін қадап айтты және үкіметке нақты тапсырмалар берді. Нәтижесінде 2006 жылы қаңтарда «Менің Қазақстаным» әнұран ретінде ресми бекітілді. Оның әуенін жазған Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазған Жұмекен Нәжімеденов болды. Бұл әннің тарихы 1956 жылдан басталады. Тың игеру жылдарында марш сарынында дүниеге келген, қазақтың рухын көтеру, намысын ояту мақсатында жазылған. «Менің Қазақстаным» 1986 жылдың желтоқсанында жаңғырды. Гимн мемлекеттің басты рәміздерінің бірі. Гректің сөзінен шыққан гимн термині салтанатты ән деген мағынаны білдіреді. Гимн ел азаматтарын тиімді әлеуметтік саяси тұрғыдан топтастырып, этномәдени тұрғыдан теңдестіру үшін негізгі мәнге ие маңызды дыбыстық рәміз саналады. Елдің дыбыстық рәмізінің танымалдығын арттыру мақсатында 2006 жылы жаңа мемлекеттік гимн қабылданды. Оның негізі ретінде халықтың арасына кеңінен танымал «Менің Қазақстаным» патриоттық әні тыңдап алынды. Ол әнді Шәмші Қалдаяқов 1956 жылы Жұмекен Нәжімеденовтің сөзіне жазған болатын. Қазақстанның тұңғыш президенті, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев әнге мемлекеттік гимн жоғары мәртебесін беру және анағұрлым салтанатты шақырылуы үшін музыкалық туындының бастапқы мәтінін өңдеді. Қазақстан парламенті 2006 жылы 6 қаңтарда палаталардың бірлескен отырысында мемлекеттік рәміздер туралы жарлыққа тиісті түзету енгізіп, еліміздің жаңа мемлекеттік гимнін бекітті. Мемлекеттік ту ортасында 32 сәуле тараған күн бейнеленген. Күннің астында қалықтаған дала қыраны бар, көгілдір түсті тікбұрышты кездеме. Ағаш сабына бекітілген тұста ұлттық оюлар мен кестеленген тік жолақ өрнектелген. Күн, арай, қыран және ою өрнек алтын түсті. Тудың ені 1 метр, ұзындығы 2 метр. Қазақстан Республикасы мемлекеттік туының авторы суретші Шәкен Ниязбеков. Бірыңғай көк көгілдір түс төбедегі бұлтсыз ашық аспанның биік күмбезін елестетеді және Қазақстан халқының бірлік, ынтымақ жолына адалдығын аңғартады. Бұлтсыз көк аспан барлық халықтарда әрқашанда бейбітшіліктің, тыныштық пен жақсылықтың нышаны болған. Ежелгі түркі тілінде көк сөзі аспан деген ұғымды білдіреді. Көк түс түркі халықтары үшін қасиетті ұғым. Күн, қозғалыс, даму, өсіп өркендеудің және өмірдің белгісі. Күн, уақыт замана бейнесі. Қанатын жайған қыран құс, бар нәрсенің бастауындай, билік, айбындылық бейнесі. Ұлан байтақ кеңістікте қалықтаған қыран, Қазақстан Республикасының еркіндік сүйгіш, асқақ рухын,
қазақ халқының жан дүниесінің кеңдігін паш етеді. Символика тілінде қыран бейнесі мемлекеттік билікті, кеңдікті және қырағылықты білдіреді. Бұған қоса қыранның күш-қуаты көп, ол оның болашаққа жетуіне кедергі келтірген кез келген дұшпанына қарсы тұра алады. Қыран бейнесі жас, зайырлы Қазақстанның әлемдік өркениеттің шынына шығуға талпынысы идеясынан туындаған. Біздің туымызға жанаша және қайталанбас әр беретін тағы бір элемент оның сап ағашына параллель орналасқан ұлттық оюдан тұратын жолақтар болып табылады. Мұнда қазақтың қошқар мүйіз оюы бейнеленген. Елтаңба мемлекеттің басты рәміздерінің бірі. Елтаңба герб термині немістің мұра деген сөзінен шыққан. Мемлекетті мәдени және тарихи дәстүрін бейнеленген символдық мәні бар үйлесімді пішіндер мен заттардың мирастық ерекшелік белгісін білдіреді. Егеменді Қазақстанның елтаңбасы 1992 жылы ресми түрде қабылданды. Оның авторлары белгілі сәулетші Жандарбек Мәлімбеков және Шот Аман Уәлиханов. Мемлекеттік елтаңбаның орталық геральдикалық элементі көгілдір түс аясында шаңырақ, киіз үйдің жоғарғы күмбез тәрізді бөлігі, яғни бейнесі. Шаңырақта айнала күн сәулесі секілді тараған уықтар шаншылған. Шаңырақтың оң жағы мен сол жағына аңыздардағы қанатты пырақтар бейнесі орналастырылған. Жоғарғы бөлігінде көлемді 5 бұрышты жұлдыз, ал төменгі бөлігінде Қазақстан деген жазуы бар. Жұлдыздың, шаңырақтың, уықтардың, аңыздардағы қанатты пырақтардың бейнесі, сондай-ақ Қазақстан деген жазу алтын түстес. Көк күмбезін еске салатын және Евразия көшпенділерінің дәстүрлі мәдениетінде тіршіліктің негізгі бастауының бірі болып саналатын шаңырақ киіз үйдің басты жүйе құраушы бөлігі. Республиканың мемлекеттік елтаңбасындағы шаңырақ бейнесі елімізді мекендейтін барлық халықтардың ортақ қонысының біртұтас отанының символы. Аңыздағы қанатты тұлпарлар мемлекеттік елтаңбадағы өзекті геральдикалық элемент болып саналады. Бағзы замандағы тұлпар бейнесі батылдықты, сенімділікті және ерік күшін танытады. Пырақтың қанаты Қазақстанның көп ұлтты халқының қуатты және гүлденген мемлекет құру туралы ғасырлар бойы тілегін аңғартады. Олар шынайы, ой арман мен ұдайы жетілуге және жасампаз дамуға ұмтылыстың көрінісі. Сонымен қатар, арғымақтың алтын қанаттары алтын мақсатты еске салады. Қазақстандықтардың еңбек сүйгіштігін және еліміздің материалдық игілігін танытады. Өткен ғасырларда мүйіз көшпенділердің табынушылық ғұрыптарын да сонымен қатар жауынгерлік тудың ұшына орнату үшін белсенді пайдаланған. Көктің сыйын, жердің игілігін, жорықтың жеңісін, әртүрлі жануарлардың мүйіз арқылы бейнелеу көптеген халықтардың символикалық композицияларында елеулі орын алды. Республиканың мемлекеттік елтаңбасындағы тағы бір деталь 5 бұрышты жұлдыз. Бұл символды адамзат ежелгі заманнан бері пайдаланып келеді. Ол адамдардың ақиқат сәулесіне, барлық игі аңсарларға және мәңгілік құндылықтарға деген ұдайы ұмтылысын білдіреді. Елтаңбада қолданылған негізгі түс алтынның түсі. Бұл байлықтың, әділдіктің және кеңпейілдіктің символы. Сонымен қатар, көгілдір аспан түстес тудың түсі алтынның түсімен үйлесім тауып, ашық аспан, бейбітшілік және бақуат тіршілік ұғымдарын танытып тұр.